жұрт не дейді, ел не дейді деп өмір сүретін болсақ, сен өлген соң иманды болсын, жақсы адам ет дейді. Басқа не дейді? Біздер сондаймыз. Біреу үшін ғана өмір сүреміз, және оны тоқтата алмаймыз. Ұят болады, тума-туыс не дейді, ағайын не дейді, жұмыста не дейді, анау бүй дейді, мынау сүй дейді деп жүргенде 50-60-қа қалай келгенімізді білмей қаламыз. Шын мәнінде өмір резинка емес. Бүгінгі күн өтті, ертеңгі күнді бармыз ба, жоқпыз ба білмейміз. Бір секундтың ішінде өмірің 360 градусқа өзгеруі мүмкін. Жұрттың көңіліне қарап өмір сүретін болсақ, біз өзімізді жоғалтамыз, өзімізді құрбан етеміз. Бүгіннен бастап өзіміз үшін рахаттанып өмір сүруді үйренейікші. Басқа адамдар не дейді, ол бізді қызықтырмау керек. Біз тек бір Аллаға ғана есеп береміз.